Ауылға келдік. Қазір үйге кіреміз. Неше? Қалай жүрміз? Şimdi sotka sizce bana versin şu an. Мое чувство так вдохновенно, прекрасно и проникновенно. Любовь к тебе подкралась незаметно. С любовью обращаюсь я сердечно. Душа моя полна, любви полна-полна. Душа моя твоя навеки. Oy sağ aslanlar, hoş geldiniz. Tағы да кеш жарық жолашыңыздар. Sağ aslanlar, jasın. Adamlar geldiniz canım. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli törge şıkkan Kudalar, kudagaylar, mıncıldık. Kuyuvallar, Kudalar, kudagaylar, çekjatlarım, ballarım katarı, tuğan tuzganдар. Mene бүгінгі күні Сөйлет асаба деп жатыр. Арамызда тағы да сөйлемдегі меймандар болса қабыл алайық. Құрметті құдалар, бар ма? Атамен құда дейді яғай. Şuna bir gel.
қойшының таяғынан деп, келіннің қадамына Алланың нұры жаусын деп, тағы да бір шатырлаған шапалақты ұрып қойсаңыздар. Нұр үстіне нұр болар еді. Ал қадірменді көпшілік, қадірменді туғанымыз бауырлар, әрине, мынау енді жас келін бетін ашпастан бұрын, шашуымыз шашпастан бұрын, біз ортадағы үлкен қариялардың ат батасын қабыл алайық, одан кейін бет ашарымызды бастайық. Ал көке, аумин деңіз. Өзіңіз аумин деңіз. Бет ашарды бастайық. Ya Rabbim Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Жастар бақытты болсын, аңсаған арманына жетсін әр уақытта. Шаңғырағы биік болып, босағасы берік болсын. Іші Алла қаласа іші толған, үңгелеген бала болсын. Алланың рахмына, пайғамбардың шафағатына бөлене берсін. Жақсылық бір Алладан. Аллаху акбар деп. Әділхан үйленеді, жақсы күйген еді. Енді Әділханды ырым етіп, оқтауды ұстаттық бұл жігітке. Енді Әділхан мына орамалдың басында тыйым, орамал түс кетпесін. Абысындар орамал тарт тұрыңыздар артынан. Бір уыс тыйым бар екен ішінде. Оның бәрі береке, береке. Қаумалаған еліміз, келін келдік көріміз, келін көрім дегендер, әне малған еліміз. Айналайын көзіңнен ашып шынғаннан, тек бір осы өсиеткеді. Билбай тұтар әулетінде, бүгін Ақтүйенің қарны жарылып, бозбен еті тартылған үлкен қуаныш. Анығын ашып айтсақ, тайға тамғасылғанда басып айтсақ, көк биікке самғайтын көңілінің қыраны, береке, бірлік ұраны, беделді. Жаңабай елінің бола білген ұланы, әрине Талғаттай ағамызбен, Майрадай жеңешеміз екеуінің көз қуаныш қарасы, артынан ерген баласы. Әлемді қадірменді көпшілік, көпселеп созбайық, әдептен озбайық, артаман беташар жын бастайық. Енді келінжан сәлеміңді әдемет тұр. Аталардан бастаймыз сәлемді әрине. Енді аталардан бастамастан бұрын, енді қазақта әдемі сөздер бар. Өлер забымай, тірі байымайды дейді. Демекшіміз айта кетсек, разы болмай өлілер, байымайды тірілер деген халық нақылы жанында ғой бір жүрер. Әруақ ата апабыл қолын жайып жұмағын Құран оқып бата қыл дейміз. Әрине әруақ ата апаларымызды жалпы айта кетейік. Үкі атамызға, Билібай атаға, Жұмаш апаға, Қайрат ағаға келін жанына мың сәлем дейміз. Әрине бір онақпасын ата бабаларымыз, жатқан жерлері жәннатта болсын, артындағы ұрпақтары аман болсын ағайындар. Өссін, өнсін, келген келінің қадамына Алланың нұры жаусын ағайындар. Ал енді айналайын келінжан, енді артында қалған ұрпақтар аман болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Енді осы әулеттегі Алла ұзақ ғұмыр берсін деп үлкен ата апалардан бастаймыз сәлемді. Кетті олай болса. Шайын десең мәз болар, жайма шуақ жаз болар, нұрға толы жанары, үйрегі шықпас болар, кеудесінде сас болар. Аталарға мың сәлем, аталарға мың сәлем, аталарға мың сәлем деп әрине осы әулеттің үлкен аталары. Ал ереке бір атап жерсең ата апаларымызды. Келін жанынан мың сәлем. Ал айналайын келінжан, сәлемет, сәлеміңді әдемет. Мінекей бүгінгі қуанышқа ерекше қуанып жүрегіне гүл алып тұрған Нуаз атамыз бастаған аталарымыз. Нуаз ата, үшкен бір атамыз бар. Мінекей жаңа ғана өзінің тілегін білдірген Ерболаттай құдаларымыз, аталарымыз бар екен. Ал келінжан, сәлемет, сәлеміңді әдемет. Аталарға бір сәлем. Қошеметтеріңіз. Қошемет қайда қайындар? Апама қошемет қайда? Ақшылықты аналарымыз, құрметті ағайын, мінекей. Айза апамыз, Нұржамалдай апамыз бар, құдағи, Нұржамал құдағи. Назгүл апамыз, айдар екен, мінекей. Құрметті
Құдалар келіңіздер. Құдалар билеп керек, билеп, көңілді көтеріп. Келін құтты болсын. Жарты минут би. Екі жас басты құраби. Құдаларға қошемет. Талғаттай ағамызға Келінжаннан мың сәлем, сәлеміңді әдемет қой Келінжан, қайнатаңа әдемет қой. Құтты болсын. Келін сыбырлап жатыр. Келін сыбырлап жатыр. Сыбырлайтын не бар екен ғой. Келін айтады, менің қайнатамына қазір сәлем бердім, менің 10 мың теңгеге аллергиям бар еді, неғып 20 мың самайды сәлеміме дейді. Келін сыбырлап жатыр. Енді қайнатасы Талғат ағамызда бір қошемет тұрып қойыңыздар. Келінжаннан мың сәлем деп қойып қайнатасына. Қайнатасы қалтасына қолын салып жатыр, алып жатыр. Берейін ба, бермейін ба сәлеміне. Таға ақ көңіл ғой. Мінекей, қарынды, дарынды, ақ көңіл адамдар осындай болады. Ақшаны тастай береді, жақсы істі бастай береді. Рахмет Талғат аға, әрине сіздей болсын, келініңіз құтты болсын келін. Бас иетім ұлықта, сендің өңді шынықта, сыйлана өттіріспай, соқта өздеп сынықта. Өзіңмен не боласың, осы жақын ұмытпа, қайненеңе мың сәлем, 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 қайненеңе мың сәлем. Майрадай енеңізге мың сәлем. Енді айттым атын, енді салуға болады. Қайнене деп атым да шын. Майра қайненесіне Келінжаннан мың сәлем. Айнал, қаяқтан келіп жатыр, бірінізді мияқтан келіп, бірінізді мияқтан келіп жатыр, қайтпайды ғой. Жишем ештеңені айтпайды. Жишем әлі құтты бір 18-де қыздай, қатып тұрған мұздай ғой. Жишемді бір шыбыл ауырып қойыңыздар осылар. Жишемдей болсын. Келіні. Әрине. Амин деген жан екі ақша шығар. Ай бәрекелді. 15 мың теңге тастады. 15 мың теңге тастады. Рахмет ағама. Мың жаса. 15 мың. Жұлдызай, Бек Сұлтан Бақтабілет. Ал Келінжан, қайнаға, абысын, қайын сіңірді. Сәлемет сәлеміңді әдемет. Ескі әлі ұрғағымен шаңырыңды бастайын. Мына жаңа күнтудан баяғыда бір шал көшеде келатыр екен. Қай ауылдыңызсың депті. Қайда қай ауылда қыз екенімді білмей жүрмін депті. Құдай аузына сондайды салған екен. Міне келініміз күнтудан бізге келін болды. Жаңа еліне міне. Бұна келінім әр уақытта балам екеуі бақытты болсын, аңсаған арманына жетсін. Шаңғарағы биік болып, босағасы берік болсын, Аллаға шүкір. Енді Құда қаласа іші толған өңгелеген бала болсын. Жақсылық бір Алладан әр уақытта аңсаған армандарына жетсін. Алланың рахымына, пайғамбардың шафағатына бөлене берсін. Жақсылық бір Алладан бәрімізге қоса тұрады. Аллаху акбар. Ал енді ақ жүзіңді ашайын, айналайын, маңдайынан сүйетін қайдағайын, қосағымен қосағар қол ұстасып, құшағыңды жарыңа шайырдайым деп, біздің ақ жауты анамыздың, әжеміздің ақ алақанымен келінің бетін ашайық, шашуымызды шашайық, шапалақты ұрайық, көңілді көтерейік. Ағайындар қайда, ағайындар? Көңіл қайда? Құтты болсын келін мәреке, Алла құтты болсын. Ой, бәрекелді. Апам печат қойсын. Печат қойыңыз, шекеге печат қойып жатыр. Апау, келін құтты болсын, бірдеңе дейсіз ба? Печат қойдыңыз ғой. Апам, үшінші аяғын беріңдерші. Үшінші аяғын беріңіздер. Апау, мынау келінің бетіне дұрыс сүйдіңіз.
Екі беттен сүйейін деп жатыр едіңіз, шекеден сүйдіңіз. Екі беттен сүйген кезде бет тап болатын еді. Енді сіздің жолыңызды берсін, сіз бірдеңе дейсіз ба? Бірдеңіз. Айналайын құда-құдағилар, жекжат жүраттар, мына балалардың құдастары. Міне біздің бүгін Алланың берген екі бүлдіршін келіндерінің қуанышымызға бөлістік деп отырсыздар. Осы қуаныш барлық семьяларыңызға жұғысты болсын айналайын. Келін алмағандарыңызды келін алып, қыз ұзатпағандарыңыз қыз ұзатып, үлкен қуанышқа бөлене беріңіздер. Осы жайылған дастарханымыз тек қана жақсылыққа шайынып, қанатымыз кеңейіп, өрісіміз өрістей берсін жаным. Апа, аумин. Ақ тілегіңіз, ақ батаңыз қабыл болсын. Әрине, апаларың, бауырың береді саған тәуірін, інілерің бұқты ғой, көтеру жүктің ауырын деген әрине. Рахмет сізге, мың алғыс, сіздің жолыңызды берсін. Апамдай болсын, ең жаман дегенде келіндеріңіз. Келіндеріңіз тастай батып, судай сіңсін, түкті болсын. Келе салып, келін баларыңыз екі балаға жүкті болсын ағайындар. Өссін, ағаш жапырағымен қымбатты, адам ұрпағымен қымбатты. Ұрпақтарыңызға ұрпақ қоса берсін, Алла дұға тілектеріңізді қабыл етсін ағайындар. Ал енді біздің ортамызға бүгінгі үйленіп жатқан бауырымыз. Інім қайда? Үйленіп жүрген, жақсы күйгеніп жүрген бауырым қайда менің? Сол кісіні елдің алдында, ағайынның алдында, туыстың алдында, осы екі жасты алақандарына ыстатып, бірінші Алла қосады, екінші осы ағайын қосады дейді. Сол демекші ортаға біздің Назакен қайда? Бар ма қайда? Шақыр, мына үйленіп алып қашып қапты қойсы. Апам қайда? Үйленіп жатқан бала қайда? Мына баяғыда біздің сосед көршіміз Қуат деген тәтем 11-ші класс біте сап үйленіпті. 11-ші класс біте сап үйленіпті. Сөйтсе жаңағы артынан қуғыныштар көп келмей ма? Көп келсе, тәтемді таппайды дейді. Тәтем жоқ. Шарбақты қарайды, аяқты қарайды, мыняқты қарайды, жоқ. Сөйтсе тәтем шатырдың төбесінде отыр дейді, қуғыншылардан қорқып жаңағы. Келін жерде тұр дейді. Енді Назекенді шатырдан іздейміз бе, қаяқтан іздейміз енді? Бар ма? Айналайынан қаяқта? Ел көрсін, жұрт көрсін, қаяқ деп жатырмыз ба? Шақыр. Кел, қайда жаңа? Айналайын мұла баласы жота. Бойдақтық әлі есінен кетпеді ай деме, үйлендім деп ол сезім жүрген жоқ. Тағы кет қолдан бір жақ қарай. Ой, сұмдық ай, бұндайда болады екен, көңіл толады екен ба ағайындар. Шапалақ ұрықпаңыздар, Назекең шапалағымызда шықпайым дейді, кемейім дейді. Мұнау енді жаңа кел, бауырым. Ал енді есімің кім еді? Әдеке, мұнау енді жылдам үйленген кеші сыпырып ал, жай үйленген кеші шешіп ал орамалды. Ниетіңді көрейік. Көрейік те қалай болды. О, әдекең өліп тұрген ғой, үйленгісіген сыпырып алды ғой. Кәдерегім десем, өліп тұрген сыпырып алды, шешіп алған жоғы. О, әдеке әкеңіз. Әке, орамал тоң болмайды, әдеке. Жол болады. Алла қаласа сіздің үйде беташар той болады. Енді алдағы орамалдың басында бір уыс тиын емес алтын бар. Алдаған анау кафенің артына барып ашып алмасаң, ай ту толағай қалады. Ақан кафенің артына барып ашып ал орамалды. Сіз ба үйленген? Қаяқта жүрсіз? Қаралып атыр ғой мияқта ізде. Неға кел неға кеш. Қыздың көзі қызылда деп, әлі қызыл футболка киеді екен. Қызылды тастайсың бүгіннен бастап. Енді айналайын келінжан. Бұлау бірінші Алла, екінші ағайын қосады бұл жастарды. Енді осы Алла қосып тұр, енді ағайын қосын деп екеуің бір-бірлерін қолдарын ыстаңдаршы. Ыста. Тоғырды ма? Ұрады ғой. Ұрады, қалай ұрады? Жақсы ұра береді ол. Біраз жақсы ұрады, 10 жылда жақсы ұрады, одан кейін замыкать етеді ол үшін. Замыкать еткен қиын болады да. Сол замыкать етпеңдер. Енді бірігіп білектерің бірістіреді деген мәңгілік мекен етсін махаббат жүректерің. Бұл қара шаңырақ туралда енді екеуің бөлінбейтін бір арна, жетсін деп өмірлерің жаздай болып, әнмен жүр жүректеріңе саздай қонып, талмасын қанаттарың алыстарға, жетіңдер аққумен қаздай болып, бақыттың базарында Алланың назарында болыңдар дейміз. Аспандарың ашық болып, екеуің бір-бірлеріңізге ғашық болыңыздар деп, жастар бақытты болсын деп бір шабалар қойыңыздар.
Ал енді айналайын Келінжан, мынаның атын не дейді? Ұқтым. Молодец, әнеуген бір указка дейді бір келін. Бедашырда. Бұл Келінжан, сіздің өмірлік қаруыңыз. Бұл қару екен деп менің бауырымды сабап жүрме. Бұл қаруымен ағнаңды жайып, келіп жатқан көпшілікті қарсы аласың. Өзіңізге ұсынамыз, бисмилля деп екі қолымен қабыл ал. Аха. Ой, айналайын, көп жаса, көп жаса, көп жаса. Жише, мына оқтауға қанша жыл болды? Қанша жыл болды? 30? Жишенің асырыз қанша жыл болды? 35 жыл болды. Оқтау мен барға барып. 35 жыл болыпты. Жейсі қалды? Зубочистка болыпты ғой. Зубочистка ғой? Енді ақырын бет шықыңызда новина беріңіз. Бұл кісіне 35 жыл ұстасын. Аға, Алла құтты қылсын, құтты қылсын. Әрине, енді қадірменді көпшілік. Жише үйде келін бар ғой. Қанша келін бар? Екінші келін ба? Бірінші келін қайсы? Айдандағы қанша жыл болды түскеніне? 2 апта болды ма? Айданан арман жоқ. Айданан арман жоқ. Қазір 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін генерал болып жатыр. Айдана 2 аптадан генерал болды. Вообще жұмыс істемейді. Міне оқысы президент, сіз президент, ол генерал, мына кісі Кухняның президенті болады енді. Алла қаласа. Алла құтты қылсын, жұғысты қылсын. Ағайындар, мына бүгінгі келіп жатқан келін құтты болсын дейміз. Енді абысындарына да мың алғыс дейміз, осындай болсын. Қазір Алла қаласа Келінжан, осы сенің үйің. Осы жерге келін болып кіресің, кемпір болып шығасың Алла қаласа. Енді өмір жолдарын сабағын үйрететін осы екі шетіндегі абысындар Алла қаласа. Енді рұқсат болса, таяқ жерге тасталды, тірлік бүгіннен бастап басталды. Бүгінгі бестерек еліне келіп жатқан келіндеріңіз қадамына Алла нұры жаусын, тойларыңыз той боласын, қоштаспаймыз. Бірақ біздің Нуаз атам мен апамыз ешкім қайтпайды, ештеңені айтпайды, қатарынан 5 би билейсіздер деді. Соңын бар қайтуға болады деп жатыр. Дұрыс па? Келінді жібереміз ба? Айтпақшы мынау бар екен ғой, ақша. Мен ақшаны жерінде тұрғанда бұл көріп тұрады өзі. Біз просто Назекең екеніміз ақшаға құнықпаймыз. Құныққан жан емеспіз. Просто керек болып тұрды. Назеке, сізге берейік, балаларыңа жаратыңдар. Құтты болсын. Бұл ақшаны кімге бересің өзің біл. Келінге бересің ба? Жоқ, ата-енеге бересің ба? Жоқ, ата мен апаға бересің ба? Кімге бересің? Елдің қадына көрсетші, кімге бересің? Ау? Ата мен апаға. Ата мен апаға беріп, жарысын өз қалтыма салам дейді. Бер, елдің алды, алып кетіп қаптағыда. О, құтты болсын мінекей. Апа құтты болсын. Енді Назеке, рахмет, кете бер. Достарыма, бұл бітті үйлендің, бойдақпен қоштастың. Рахмет абысындар, күрігім, шағын марш, тірлік басталды. Ағайындар, сенің құрметтеріңізге бүгінгі тойымыз той боласын. Ортада би, көтеріңкі көңіл күй. Недавно. Келін шайын шоды. Келін шайын. Жер той хат негізі жерге салып қойған. Жақсы бәлкім.